Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз сіздермен осындай өте сондай дәмі ерекше дәмді болып шығатын наурыз көженің рецептімен бөлісеміз. Бізге ең алдымен керек заттардың машымыз қажет, тарымыз, күрішіміз, горохымыз, гречкамыз және де бидайымыз және де қызыл ақ бұршақтарымыз қажет және де кукурузаның жармасы және де бұдан өзге біз бидайдың жармасын қосатын боламын. Бұлар болмаса өздеріңіз қалаған кез келген дәнді дақылдарды сала берсеңіз болады бұлардан басқа. Мен өзіміздің үйдегі жасап жүрген сіздерге қалай жасалатынын айта кетейін. Мен түнде осы барлық ыдыстарға дәндердің бәрін өстіп салып қоямын да үстіне қайнаған су құямын. Сонда таң атқанша бұлардың бәрі ісініп жұмсарып тұрады. Ертесіне 10-15 ақ минутта пісіп кететін болады. Жармаларымызды салмаймын, олар өздері тез ақ дайын болады. Мінекей өстіп қақпақтарын жауып қойып қоямын. Мінекей ең алдымен біз еттерімізді алып, өстіп кастрөлімізге салып, оған қайнаған үстіне су құйып, оны қайнағанша күтеміз. Біздің етіміз әбден пісіп дайын болғаннан кейін көбіктерін алып, етімізді шығарып алатын боламыз. Мінекей өстіп етімізді салып, енді бұның біз қайнағанын күтетін боламыз. Әбден қайнағаннан кейін етті алып тастап, оның орнына дәндерімізді саламыз. Мінекей біздің етіміз 1,5-2 сағатта пісті, оны алып тастадық. Оның орнына мынау жаңағы дәндерімізді, дақылдарымыздың барлығын салдық. Мінекей барлығын салып, өстіп араластырып жатырмыз. Енді осы түнде салып қойғаннан кейін бұлар ісініп жұмсарып тұр. Бұлар бір 10-15 минутта пісіп кететін болады дәнді дақылдарымыз. Бұл дайын болғанша біз нанымызды илеп, оны жаятын боламыз наурыз көжені. Мінекей біз нанымызды жайып алдық. Енді осының барлығын бір келкетіп, 4 бұрыштағы осылай жіңішке қылып, өстіп кесіп алатын боламыз. Қатты да жіңішке де емес, жуан да емес, орташа өстіп кесетін боламыз. Мінекей біз нанымызды алып, жаңағы дайын болған дәнді дақылдардың сорпасының үстіне салып, бір қайнағанша ғана өстіп ішінде араластырамыз. Бір қайнағаннан кейін астын өшіреміз. Және де оның үстіне қатығымызды саламыз. Қатық қоссаңыздар, наурыз көже одан ары дәмі өте күшті болып шығады. Және де оның жанына біз жаңағы шығарып алған етімізді дайындап турап қойдық. Етімізді, қатығымызды барлығын салып, наурыз көжемізді араластырамыз. Мінекей етімізді де салдық, қатығымызды салдық. Сөйтіп, наурыз көжеміз біздің дайын. Мінекей қатығы әбден біркелкі болып ерігенше өстіп жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей бұның ішінде дәнді дақылдарымыз, етіміз, қатығымыз, және де нан, және де тұз қостық. Мінекей біздің наурыз көжеміз дайын, өте дәмді болып шығады. Мінекей біз наурыз көжемізді құйдық ыдысымызға. Сондай дәмі деген өте сондай бір ерекше, өте дәмді болып шығады. Сіздер де үйде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар.